Сөз депутат Садыков Асқар Аманбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы бас прокурорға. Соңғы жылдары жеке және заңды тұлғалар тарапынан сот және өзге де мемлекеттік органдардың құқық қолдану қызметіне заңнамалық актілердің нормаларын, олардың мәні мен мазмұнды түсіндіру кезінде бір ізділіктің жоқтығы туралы шағымдар келіп түсуде. Прокуратура туралы заңның 95 жылғы редакциясында жеке немесе заңды тұлғалардың заңды білмеу немесе дұрыс түсінбеу заң нормаларын болмаса азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бұзуға әкеп соғуы мүмкін деген жағдайда прокурор заңнамалық актінің мазмұнын түсіндіретін норма болған. Алайда 17 жылы осы заңнан жаңа редакциясын прокуратураның рөлі төмендеп, прокурор тек заң бұзушылықтарға жол бермеу, заңда белгіленген жауапкершілік туралы ғана түсіндіріледі делінген. Осылайша осы заң жобасының дайындау кезінде бас прокуратураның бұрынғы басшылығының заңнамалық актілерін нормалау ресми түсіндіру бойынша өзінің негізгі функцияларының бірін әдейі алып тастаған деп санаймыз. 22 жылы прокуратура туралы жаңа конституциялық заңға қарамастан прокуратура өкілеттігінің кеңеймей сол қалпында қалды. Сонымен қатар құқықтық актілер туралы заңды нормативтік актілерді түсіндіруге арналған бүкіл бір тарау бар. Оған сәйкес мемлекеттік органдар өз құзыреті шегіндегі субъектілер немесе нақты жағдайдағы қатысты нормативтік құқықтық актілерге түсініктеме беруге міндетті. Алайда бұл норма мұндай түсіндірулердің міндетті заңды күші жоқ. Тек ұсынымдылық сипатта болатын туралы ескертуімізге шек қойылған. Осындай құқықтық құлықтарға байланысты сот тәжірибесінде құқықтарды қолдану кезінде сұрақтар жиі туындайды. Мысалы, салық кодексінің 8 бабы 3 тармағына сәйкес кәсіпкердің еш кінәсі болмаса да салықшылар әртүрлі сылтаулармен кәсіпкерлерді айыптайды. Осындай жағдайларда соттан әрқашан салық органдарына ғана қолдайтыны жасырын емес. Сонымен қатар сот және мемлекеттік органдар кәсіпкерлер кодекстің 14 бабына қарастырылған адалдық презумпциясына пысқырып та қарамайды. Прокуратура тиісті наразылық білдіру арқылы құқық қорғау әділдік позициясы қабылданған жөн болар еді. Өкінішке орай бізде олай емес. Ақ жол партиясының салық органдарының кәсіпкерлеріне теріс әсер ететін заңнама нормаларын өз бетінше өз мүдделеріне орай түсіндіру мәселесін оңдаған рет көреді. Сол сияқты заңнама нормаларының өз еркімен түсіндіру нәтижесінде салықшылар мәмілелердің жарамсыз деп тану немесе тіркеу жою тәжірибесін кеңінен қолданады. Соның салдарынан мыңдаған кәсіпкер қайтарма салықтарға ұшырайды. Ақ жол фракциясы салық кодексінің және өзге де құқықты актілердің нормаларын тек салық және өзге де бақылаушылар органдарын өз қалауы мен қажеттілігі бойынша пайдалануға тырыспай нақты түсіндіру қажет деп санайды. Жоғарыдағы айтылғанға байланысты Ақ жол фракциясының келесі мәселелерді қарауды сұрайды. Бірінші, салық кодексінің 8 бабының 3 тармағының заңнама нормаларының және кәсіпкерлік субъекттерінің адалдық презумпциясына қағидаттарына сәйкестігін тексеруді. Екінші, прокуратура органдарына тек заңдылықты бұзуға жол бермеуді және одан кейінгі жауапкершілік түсіндірумен шектелмей, заңнамалық актілердің мазмұнын түсіндіру жөніндегі қызметтің негізгі қағидаттарының бірін қайтаруын ұсынады. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.